Алдарыңызда Қызылорда облысы құрама командасы мен Батыс Қазақстан облысы құрама командалары. Құрметті жанкүйерлер, алдарыңызда қос команда Сақабай сай. Енді 2 күннен бері бұл командалар ойын көрсеткендіктен біз әрине ортадағы төрешілерді ғана айтып өтетін боламыз. Бұл ойынға төрешілік жасайтын ортадағы төреші Қымызбаев Ақылбек Жамбыл облысы, Қапталдағы төрешілер Тұрашев Арман Шығыс Қазақстан облысы, Кенжебегі Бақытжан Маңғыстау облысы, Меңдіғалиев Ақылбек Батыс Қазақстан облысы. Қос командаға сәттілік серіктеріміз болсын деп алаңға шақыратын боламыз. Бұны құрметті көрермендер, алдарыңызда төрешінің белгісі берілген сәт. Алғашқы сәттерден өз әрекеттерін жасап жатқан ойыншыларды көріп жатсыздар. Қызылордалық ойыншы Самұрат Мақсат Жауанды жерден әп-сәттен-ақ теркені көтеріп алып, солақай сауырдан қамшы басып, мәреге қарай беттеп бара жатқанын көрдіңіздер, құрметті көрермендер. Атының басын тоқтатып алып, асықпай мәресіне қарай ұмтылып бағылда, апарып тастаған тұста салым болды, құрметті көрермендер. Самұрат Мақсат Жауанды ойынның алғашқы минутында қызылордалық ойыншылар Самұрат Мақсат Жауанды есеп ашты, құрметті көрермендер. Есеп 1-0, Қызылорда облысы құрама командасы есеп ашты. Қайталап мұны кіш шеңбердегі серкеге. Құрметті барлық команда жетекшілері, осы ойыннан кейін төрешілер отырысы болады. Бас төреші келіп, төрешілер корпусына келіп, бас төрешіменен төрешілер отырысы болады. Ол әрине ертеңгі жекпе-жектер ойынына жеребе тасталады, және де осы топтан шыққан ойыншыларға, яғни командаларға тағы да жеребе тасталу өтетін болады. Сондықтан да естімей қалдық демеңіздер, әрбір команда жетекшілері осы ойын біткеннен кейін төрешілер корпусында төрешілер отырысы өтетін болады, хабарлаймыз.
Қызылордалық ойыншылардың тақымында Серке. Серке ойын алаң сыртына шықты. Ортада ойын жекпе-жек түрде жалғастыратын болады. Құрметті жекпе-жекке ат қосатын барша азаматтар және де команда жетекшілері, қазір сағат 1-де жекпе-жек аттарын тіркеу жабылады. Сондықтан да сағат 1-ге дейін жекпе-жек аттарыңызды келіп тіркетіп үлгеріңіздер. Сағат 1-де желіде тасталатын болады. Қызылордалық ойыншылар жекпе-жектен Серкені көтеріп алып, сирақтан асырып басқан екен. Енді бұл міне апарып тастар тұста Батыс Қазақстан облысының ойыншылары құшақтап алып, Серкені Ашкелден 4-ші нөмірдегі Елекеш Қайырбек Шабандоз Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Құрметті көрермендер, міне бұны да айладу керек, бұны да тәсілдеу керек. Апарып тастар тұста Серкенің Ашкелден қос қолдап құшақтап алып, тартып кетіп, Серке ойын алаң сыртына шығарып жіберді. Құрметті көрермендер, ортада қайталап жекпе-жек Нұрболатов Әли Шабандозбен Котонбай Рамазан Шабандоздың арасындағы жекпе-жек. Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Ортада ойын қайталап жекпе-жектерді жалғастыратын болады. Қызылордалық ойыншылардың тақымында Серке жеке дара тастаған тұста салым есепке алынбады. Құрметті көрермендер, ортада жаппай дода. Қызылордалық ойыншы көтерген тұста Батыс Қазақстан ойыншылар қараңыздаршы кермеден тартып алды. Құрметті көрермендер, орынбасар Асылхан Шабандоз
тартып алып тақымына басып өз мәресіне қарай шабуылға шығып бара жатқан тұста Серке ойын алаң ішінде қалып кетті. Әлі де үлкен мүмкіндік бар еді. Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Құрметті көрермендер, ортада ойын жекпе-жектерді жалғастырылатын болады. Құтынбай Рамазан Шабандоз жекпе-жектен көтеріп алды тақымына Серкені. Құрметті көрермендер, салым. Құрметті көрермендер, қызылордалық ойыншылар ойынның 10 минутында есепті еселеп 2-ге жеткізіп отырған қызылордалық 11-ші нөмірдегі ойыншы Самұрат Мақсат Шабандоз. Құрметті көрермендер, осы ойында 2 салымның есі атанып отырғандығын көрдіңіздер. Бақытжан мырза, жарайсыз. Бір тасқа дейін күйінің өзі оңай шаруа емес міне. Батыс Қазақстан облысының ойыншы орынбасар Асылхан Шабандоздың тақымында Серке. Мәреге қарай барған тұста Серке шеңбердің сыртында қалды. Батыс Қазақстандық ойыншыларға әлі де мүмкіндік бар. Енді қызылордалық ойыншылар Серкені егерде ұстайтын болса, қаттырақ ұстап, көтеріп сүйреп кетпесе, бұйырды автогол болып қалуы да мүмкін. Сондықтан да осы орайдан жерден Серкені қызылордалық ойыншы менен Батыс Қазақстан облысының ойыншылары бірдей көтеріп Серке ойыннан сыртқа шығып кетті.
Өз мүмкіндігін өте бір керемет пайдаланып кеткен 5-ші нөмірдегі ойыншы Серікұлы Шерхан Шабандоз, құрметті көрермендер, мәреге қарай барып, жетпей қалған тұста көтеріп лақтырып жіберіп апарып салымды салып жіберген Серікұлы Шерхан Шабандоз ойынның 14-ші минутында есеп 3-0 Қызылорда облысы құрама командасының мерейі үстем болуда. Қызылордалық ойыншы бүгінгі күнгі 2 салымның иесі атанған Мақсат Шабандоз апарып тастаған тұста 3-ші салымның да иесі атанды. Құрметті көрермендер, ойынның 15-ші минутында бүгінгі күнді 3 салымның иесі атанған Самұрат Мақсат Шабандоз. Бәрекелді. Міне құрметті көрермендер, әрбір командада осылай өзі алға сүйрейтін нағыз білекті шабандоздар болады. Соның бірегейі осы Мақсат Шабандоз болып тұрғандығын тілге тиек етіп отырамыз. Есеп 4-0 Қызылорда облысы құрама командасының мерейі үстем болуда. Құрметті көрермендер, қайталап Қызылордалық шабандоздардың тақымында Серке мәреге қарай шабуылға барған тұста 6-ші нөмірдегі ойыншы Қоқанбай Ерасыл шабандоздың тақымында Серке. Құрметті көрермендер, Қоқанбай Ерасыл шабандоздың тақымында жүр Серке. Ойын алаң сыртына шығып кетті. Ортада ойын жекпе-жек түрде жалғасын табатын болады.
Батыс Қазақстан облысының ойыншылары көтеріп алған тұста бір-біріне серкен ауысқан болатын. Серке ойын алаң сыртына шығып кетті, құрметті көрермендер. Ойынның соңғы секундтары өтуде. Құрметті көрермендер, соңғы секундтарда не өзгерді екен деп міне өзімізді қарап отқанды көрдіңіздер. Есеп 4-0. Міне Құтымбай Рамазан Шабандоз тақымына көтеріп басқан болатын. Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Ортада ойын қайталап жекпе-жек түрде жалғасын табатын болады. Құрметті көрермендер, соңғы сәттер, соңғы секундтар. 4, 3, 2, 1 уақыт төреші. Құрметті төреші белгісін күтетін боламыз. Құрметті көрермендер, Бұны төрешінің белгісі берілген сәт екінші кезеңде бастау алды. Құрметті көрермендер, енді құрметті әрбір команда жетекшілері қазір осы ойын біткеннен кейін төрешілер корпусында төрешілер отырысы болады. Сондықтан да естімей қалдық демеңіздер. Әрбір команда жетекшілері және ертеңгі жекпе-жек ойынына жереде тасталатын болады. Қызылорда облысының ойыншысы мұна жедел жәрдем автокөлік келсеңіз, жедел жәрдем. Тұрды ма? Болды, келмек қойыңыздар. Болды, тұрды ғой. Ойынға жібердің ғой. Ортада жаппай дода салып түспей қалғаннан кейінгі жерде құрметті көрермендер, салым болды. Құрметті көрермендер, ойынның екінші кезеңінің екінші минутында есепті 5-ке жеткізіп отырған ойыншы 9-ші нөмірдегі ойыншы Усербай Ернұр Шабандоз. Ортада
Кіші шеңберге қайтадан Серкен алып келіп тастағаннан кейінгі жерде төрешінің белгісінен кейін қайталап тұр құрметті көрермендер. Bir minuttan artık жерден Серке көтерілмесе, ортада ойын жекпе-жек түрде жалғасын табатын болады құрметті көрермендер. Міне төрештің белгісі берілген сәт ортада жекпе-жек түрде жалғасын табатын болады. Ортада жекпе-жек Мақашев Ерболсын Шабандоз бенен Құтынбай Рамазан Шабандоздың арасындағы жекпе-жек құрметті көрермендер. Міне жекпе-жектен Құтынбай Рамазан Шабандоз көтеріп алып тақымға басқан болатын құрметті көрермендер. Серке әлі де ойын алаңының ішінде болады. Серке ойын алаң сыртына шығып кетті. Ортада жекпе-жек қайталап Құтынбай Рамазан Шабандоз жекпе-жектен Серкені көтеріп алғанды көрдіңіздер құрметті көрермендер. Бозатқа қамшы беріп өз командаласына Серкені ауысып жіберді. Салым болды құрметті көрермендер. Ойынның екінші кезеңінің 7-ші минутында есепті 6-ға жеткізіп отырған ойыншы қайталап Усербай Ернұр Шабандоз құрметті көрермендер. Есеп 6-да 0. Қызылорда облысы құрама командасының мерейі үстем болуда.
Salındı hürmetli көрермендер. 7-ci salımды salып отырған oyuncu. Mana oyunun 8-ci minutunda бұл Серікұлы Шерхан Шабандоз hürmetli көрермендер. Есеп 7-0. Serke oyun alan sırtına şıklet hürmet görünümler. Ortada oyun ciddi türde talgasına alan bolar. Serke Kermede jür hürmetli көрермендер, Батыс Қазақстан облысының oyuncuları Kermeni күшейтіп жатқанды көрдіңіздер. Serke oyun alan sırtına шығып кетті. Ortada oyun жекпе-жек түрде жалғасып алатын болады. Serke Kermede jür hürmetli көрермендер, Самұрат Мақсат Шабандоздың тақымына тиді Serke. Мәреге қарай беттеп бара жатқан Самұрат Мақсат Шабандоз бүгінгі күнде 3 салымның есі атанып еді. 4-cü salımның есі атанғандығын көрдіңіздер hürmetli көрермендер. Oyunun 12-ci minutunda есепті еселер 8-ге жеткізген Самұрат Мақсат Шабандоз. Есеп 8-0. Қызылорда облысы құрама командасының мерейі үстем болуда.
Serke kermede ketті құрметті көрермендер, қызылордалық ойыншылар тартып алып апарып тастаған тосқа мәреге жетпей түсіп қалғандығын көріп жатырмыз. Енді қызылордалық ойыншыларға әлі де мүмкіндік бар еді көтеріп алып тастай салуға. Бірінші нөмірдегі ойыншы ағайдар Мәди Шабандоз жерде Серкені көтеріп алған болатын. Әлі де ағайдар Мәди Шабандоздың тақымында Серке. Батыс қазақстандық ойыншылардың қорғанысты күшейтіп салым салуына мүмкіндік бермей жатқанын көрдіңіздер Мәди Шабандозға. Салымды құрметті көрермендер. Ойынның 17-ші минутында есепті еселеген 9-ші нөмірдегі ойыншы Өсербай Ернұр Шабандоз. Есеп 9-0. Құрметті көрермендер, Батыс Қазақстан облысының ойыншысы тақымға Серкені басып алды. Мына Ерланов Руслан Шабандоздың тақымында Серке мәреге қарай шабуылға жүйткіп жөнелген. Бұл әрине Ерланов Руслан Шабандоз. Салым болды, құрметті көрермендер. Мұны өз командасына есеп ашып отырған Ерланов Руслан Шабандоз. Салым Шабандоз кішкенге чауып өтеміз. Ойынның мұны соңғы минуттарында есепті ашып отырған Ерланов Руслан Шабандоз. Құрметті көрермендер, соңғы минуттар өтеді. Құрметті көрермендер, есеп 9-1. Соңғы минуттарда не өзгере алар екен? Құрметті көрермендер, қараңыздаршы, соңғы сәттер қалай болар екен? Батыс Қазақстан облысының ойыншылар 2-ші нөмірдегі орынбасар Асылхан Шабандоз көтеріп алып, бұны тақымына басып Серкені мәреге қарай бара жатқан тұста салым болар екен. Құрметті көрермендер, қызылордалық ойыншылар тартып алғанды көрдіңіздер. Қызылордалық ойыншылардың тақымында Серке. Бұл үлгере алар екен, құрметті көрермендер. Соңғы сәт, соңғы секунд, 3-2-1 уақыт төреші. Құрметті